Мұрагер ертегісі. Ертеде бір шал болыпты. Оның 4 ұлы болыпты. Қартайған шал ұлдарын жинап алып, «Мен қартайдым, біреуіңнің үй иесі болатын уақыттарың жетті. Кімнің ақылы байлығына сай болса, сол мұрагерім болады. Әр қайсысың маған байлықтарың мен ақылдарыңды көрсетулерің керек» дейді. Үлкен ұлы әкесіне келіп, асыл тас салған жүзігінің көзін көрсетіп, «Міне менің байлығым, ал кім бай болса, сол ақылды» дейді. Екінші ұлы әкесінің алдына қымбат киімдерін киіп, әдеміленіп келеді де, «Міне менің осы қымбат киім киген түрімді көргендер ақылым мен байлығымның алдында баға сүйеді» деп мақтанады. Енді әкесінің алдына 3-ші ұлы келіп, күміспен және алтынмен қапталған белдігін беліне байлайды да, «Мұндай белдікті ешкім ешқашан беліне байлап көрген емес. Міне менің ақылым мен байлығым» деп мақтанады. Әкесі үлкен балаларына қарап, басын шайқайды да, ең кіші ұлына бұрылып, «Сен неге үндемейсің? Сен қандай байлығыңмен мақтанасың?» деп сұрайды. Сонда әкесіне қарап кенже баласы айтады, «Менде асыл тасты жүзік те, сәнді киім де, алтын мен күміспен қапталған белдік те жоқ. Тек жұмысқа жарамды 2 қолым және қайрат жігерге толы жүрегім бар» дейді. Шалға кенже баласының тапқыр да ойлы сөзі ұнайды. Жұмыс істей білген адам жұтамайды деп, өзінің кенже ұлын үй шаруасын басқаруға мұрагерлікке атайды. Үлкен балаларына інісінің айтқанынан шықпай талабын орындауды өсиет етеді. Ертегі ұнаса, үлкендерге түсінгеніңді айтып көр. Лайк басуды ұмытпа.